Айлық сыныбының оқушысы Сайлау Айжан Мейрамбекқызы. Менің жобамның тақырыбы қазақ ертегілерінің бала тәрбиесіндегі маңызы. Мен алдымен сыныптастарыма Ежлақ ертегісін таныстырамын. Олай болса, Ежлақ ертегісін тыңдайық. Ертеде бір ешкінің 7 лағы болыпты. Біреуі қара, қалғандары ақылы екен. Орманға баруға жиналған ешкі лақтарын шақырып алып ақылын айтады. Шырақтарым, ешкімге есік ашпаңдар. Орманда қасқыр жүр. Достар, ертеңмен танысып болсақ, ертегі кейіпкерлерін бояйық. Достар, Ежлақ ертегісінен басқа қандай ертегі білесіңдер? Алдарындағы қима қағаздан ертегіні құрастырайық.